Тұлпар мініп туылған батырлар жыры байқауының облыстық кезеңіне мыңнан астам оқушы қатысқан екен. Жобаның өзі елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың рухани жаңғыру, болашаққа бағдар және ұлы даланың жеті қыры бағдарламалық мақалаларында көрсетілген міндеттерді іске асыру мақсатында жүзеге асырылған. Қазақ эпос қоғамдық қоры еліміздің білім және ғылым министрлігінің Нұр Отан партиясымен бірлесіп ұйымдастырылған әдеби-патриоттық жоба Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдық шеңберінде өткізілді. Байқауға қатысушылар Едіге батыр батырлық жырын оқыды және облыстық кезеңде екібастұздық оқушы Айша Бибі Алтынбек жеңімпаз атанды. Марапаттауды Нұр Отан партиясының Павлодар облыстық филиалы төрағасы Әбілқайыр Ысқақов жүргізді. Жалпы осы сайысқа мен бір ай көлемінде дайындалдым. Сол кезде осы Едіге жырын тереңірек оқып, танып, әртүрлі ресурстардан, ғаламторлардан қарап, Едіген өмірі, тарихы жайлы өзіме танысып, мәліметтер ала бастадым. Сол арқылы Едігенің кім екенін білдім. Сол ақпараттардың арқасында маған Едіге жырын жаттау қиынға түспеді. Айша Бибі бұған дейін де көптеген мәнерлеп оқу сайыстарына қатысқан және олардан да қанжығаларын майлап келген. Бұған дейін де мен көптеген конкурстарға, мәнерлеп оқу сайыстарына қатыстым. Мәселен, осы жақында Мағжан Жұмабаев оқулары мен Абай оқуларына қатыстым. Республикалық сайыс болды. Ол кезде сол екі сайыстан да 2 орын алдым. Жалпы бұл сайысты ұйымдастырушыларға Нұр Отан партиясы мен Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігіне, Қазақ эпос қоғамдық қорына өз алғысымды білдіремін. Жалпы ең әуелі алғысымды Алла тағалама білдіргім келеді. Екінші, осы атап кеткен ұйымдарға және үшіншіден менің дайындаған ұстаздарым Айжан Абдыкадыры мен Ерке Шафиқ қыздарына өз алғысымды білдіргім келеді. Осында байқаулардың арқасында балалар қазақ халқының тарихын тереңірек біліп, елі мен жерін қорғаған батырларды тани бастады. Есенімде ескімді берсем елемес, егескенде жыға тисем кектемес, Есентай ұлы Құдай берді батырым, толғап көрші деп еді. Еңкейіп үйге кіргеннен, қол қусырып тұрғаннан тұрды дағы сөйлейді. Айтып еді бір сөзді, өкіліне түспеді, байыбына бармады. Оның сөзін жаратпай, үйімнен тез шық деді. Қос-қос пышақ асынған, қосалқы отау тіктірген, көшкенде бар тал тарттырған, салтанатын хан ұлынан арттырған, мойтандардан ер шыққан, екі бірдей қос дәулет, егізінмен бері кеп, толғап көрші деп еді. Бізде негізі жырда кез келген жерінен сұрап отырды қазылар алқасы. Сол кезде біз кез келген жерін қойып қалған кезде мүдірмей алып кету біздің міндетіміз болды. Сөйтіп тоқтамай, және сонымен қатар жырды тек қана жатқа оқу ғана емес, ішіндегі түрлі адамдардың кейіпкерлердің образына кіріп кету керек болды. Жалпы біздің осы сайыста тек қана жырды толық білуімізбен ғана емес, актерлық шеберлігімізді, образға кіре білуімізді, соның бәрін ескерілді. Айта кетуіміз керек, байқаудың қалалық және аудандық кезеңдерінен іріктеліп 39 оқушы өткен. Облыстық кезеңде солардың 5-еуі жүйрік атанса, солардың ішінен Айша Бибі Алтынбек жеңімпаз атанып 750 мың теңгені ұтып алды. Сонымен бірге Атыға орта мектебінің оқушысы Аяулым Амангелдіқызы 2-ші орын алыпты. Тағы бір тоқталатын оқушыларды дайындаған ұстаздарына да қаржылай сыйлықтар табысталған. Жаһандану заманында осындай ұлттық құндылығымызды дәріптеп, жастардың бойына отанға, елге деген сүйіспеншілікті дарыту бүгінгі күннің басты мәселесі болып табылады. Себебі ұлттық тәрбиенің қайнар көзі ол біздің ауыз әдебиетінде, соның ішінде батырлар жырында жатыр деп айта аламыз. Қаршадайынан осындай ер Едіге жырын жаттаған бала, ол ертеңгі таңда өзінің әдебиетін, дәстүрін, салт дәстүрін білетін, елі мен жерін ойлайтын ұлтжанды азамат болып өседі деп өз басым есептеймін. Ғабит Мүсірепов айтамыз айтқан екен ғой, өзінің әдебиетін, асыл мұрасын білмеген ұлт ертеңгі күн өзінің ұлттық құндылығын жояды деп. Сондықтан осы ұйымдастырылып отырған шара өте құндылығы жоғары деп есептеймін. Жылда осындай сайыстар өзінің жалғасын тапса, өте керемет. Мен өте қуаныштымын. Осы аз ғана уақыттың ішінде осы Айша Бибіні дайындап, осындай үлкен жетістікке жеткеннің өзі біз үшін мәртебе.
Желтоқсан айында облыстық кезең жеңімпаздары мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевпен кездесуге бармақшы. Қазір соған дайындық қызу жүруде.